Сәлем достар, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Біз сіздермен бүгінгі бағдарламада осындай керемет, әдемі сусын мохито дайындайтын боламыз. Ол үшін төмендегі заттардың барлығын мен сіздерге описание бөліміне жазып қалдырамын, және осындай сусынды дайындай отырып, біз әдеттегідей сіздермен кереметтей қиссаны баяндайтын боламыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы сәлемдесу үлгісі. Пайғамбар Миғраждан үмбетіне 9 қасиетті зат әкеліпті. Олар жастық, жайнамаз, өрік, шапан, орамал, намаз, дастархан, Құран және сәлемдесу үлгісі екен. Пайғамбар Миғражға көтерілгенде алдынан періштелер шығып, «Ассаламу алейкум, әлемнің рахымы» деп сәлем береді. «Уалейкум салам» деп жауап береді. Мұндағы «Ассаламу алейкум» сөзі Алланың нұры жаусын, бар жақсылықты нәсіп етсін деген мағынаны береді. «Уалейкум салам» деп сәлемін қабыл алғанда, саған да Алланың сәлемі мен игілігі болсын деген тілек айтылады. Тәңір тағала Миғражда пайғамбарға үмбетіңе сәлемді парыз етемін, бір-біріне сәлем берсін. Кім көп сәлем берсе, менің нұрым мен рахметіме бөленеді дейді. Пайғамбар Миғраждан келген соң үмбетіне Құдайдың сөзін жеткізіпті. Екінші бір аңыздарда Әбіліш жаңадан жолыққан екі адамның арасына от салуға дайын тұрады екен. Олар «Ассаламу алейкум» деп сәлемдессе, Әбілістің жоспары күйрейді екен. Әлімсақта Тәңір тағала адам атаға періштелерге «Ассаламу алейкум» деп сәлем бер дейді. Адам ата оларға сәлем береді. Періштелер «Уалейкум салам, Алланың халифасы» деп сәлемін қабыл алады. Сол кезде Тәңірден әуез келіп, «Әй адам, бұдан бұлай сәлем беру ұрпағыңа үлгі болсын» дейді. Адам ата мен періштелердің алғашқы сәлемдесуі адамзатқа өнеге, дәстүр болып орныққан екен. Бауыржан Момышұлының «Ұшқания» деген естелік кітабында сәлем беру дәстүрі жайлы былай деп жазады. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып, баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма, «Сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытып па едің?» деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, «Ассаламу алейкум, аталар» деп әр сөзімді қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатты. Әйткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір ауыздан «Уалейкум салам» десті. Сонан соң әрқайсысы маңдайымнан сипап мақтады. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғастым. Ол басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді» дейтін. Деп бүгінгі қиссамызды аяқтаймыз. Міне біздің әдемі мохитомыз дайын. Біз міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып қойыңыздар. Ал жақсы сау болыңыздар, өмірлеріңіз мәнді, дастархандарыңыз дәмді болсын.